Жасыл ел жастар еңбек жасақтары 2005 жылы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен құрылған болатын. Жасыл ел дегеніміз ол жастарды маусымдық жұмыспен қамтумен айналысатын, қалалар мен елді мекендерді көгалдандыру, абаттандыру жұмыстарымен айналысатын, сонымен қатар жастарды патриоттық тәрбиелеумен айналысып келе жатқан қозғалыс. Өткен жылы бізде мерейтойлы жыл болды, 15 жылдықты атап өттік. Осы ретте атап өтетін жайт, 15 жыл көлемінде жасыл елдің қатарында 300 мыңнан аса жастар жұмыспен қамтылды. Жасыл елдік сарбаздардың күшімен 44 миллионнан аса ағаштар отырғызылды, 180 мың гектар жерде әртүрлі жұмыстар жүргізілді. Сонымен қатар осы уақыт аралығында біздің жасыл елдіктер мемлекеттік бағдарламаларға қатысты. Атап айтатын болсақ, олар Нұрлы жол, Нұрлы жер, Батыс Қытай, Батыс Европа автомагистралінің құрылысына, экспо ғимараттарының құрылысына, ауылдың гүлденуі, Қазақстанның гүлденуі жобасына, сонымен қатар тағы да өзге де мемлекеттік маңызды бағдарламаларға қатысты. 16 жыл көлемінде биыл біз алғаш рет Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының кеңесін құрдық. Кеңеске Әлия Нұрсұлтанқызы Назарбаева төрағалық етеді. Сонымен қатар кеңеске Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің, сенатының депутаттары, экологиялық қозғалыстардың, жастар ұйымдарының өкілдері, қоғам белсенділері, блогерлер енген болатын. Аталмыш кеңес Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының әртүрлі бағыттағы жұмыстары бойынша қызметтерді үйлестіру, сонымен қатар жастардың экологиялық мәдениетін арттыруға қатысты ұсыныстар мен ұсынымдарды қарастыру және жасыл елдің өзге де мәселелерін қарастыру шараларымен, жұмыстарымен айналысатын болады. Сонымен қатар жасыл елдің жыл сайын жүзеге асыратын біздің дәстүрлі жобаларымыз бар. Атап айтатын болсақ, Жасыл ел Awards, біз әр жылда жасыл елдің маусымы болады. Яғни маусым көктем жақындағанда басталып, күз, қыс айларына жақын аяқталады. Сол маусымда ең үздік болып танылған біздің сарбаздарымыз, бірінші кезекте штабтарымыз, жасақтарымызды біз жылдың соңында марапаттап отырамыз. Осы жыл сайын жасалатын жоба Жасыл ел Awards деп аталады. Сонымен қатар экологиялық маңызды экопак жобасы бар. Жыл сайын жүзеге асыратын бізде Трештек KZ, әлемдік Трештек челленджінің қазақстандық нұсқасын жүзеге асырамыз. Сонымен қатар әлеуметтік осал топтарға көмек көрсететін Upgrade Қазақстан жобаларын жүзеге асырамыз. Енді біз кеңестің алғашқы отырысында жасыл ел жұмысын жаңарту бойынша мәселелерді қозғаған болатынбыз. Енді біз өткен жылдардан бері Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен бірге жасыл елдің жаңа жұмыс жүйесін әзірлеп жатырмыз. Жаңа жұмыс жүйесінің негізінде қазіргі уақытта IT шешімдерді қосу ойымызда бар. Ол дегеніміз қазіргі уақытта енді IT саласы өте қатты дамып жатыр ғой. Соған сәйкес қағаз бастылықтан арылу мақсатында біз IT шешімдерді пайдаланып жұмыс жасайтын боламыз. Яғни өңірлердегі біздің қатарымызға қосылғысы келген жастар арнайы портал арқылы, сайт арқылы жұмысқа орналасып, сол сайтқа өздерінің жұмыстарын жүктеп отыратын болады. Сонымен қатар жаңа жұмыс жүйесі шеңберінде біз жаңа жасақтарды жұмысқа қосқалы жатырмыз. Атап айтатын болсақ, ауыл шаруашылығы жасақтары болады, ішінде медиа жасақтары болады. Сонымен қатар ең маңызды жасақ әрине ол жасыл жасақтар, волонтерлік жасақтарды іске қосатын боламыз. Және ауыл шаруашылығы жасақтары алдағы уақыттарда жұмыс істейтін болады.
Сонымен қатар алдағы уақыттағы жоспарларға келетін болсақ, біз өткен жылдан бері Нұрсұлтан Назарбаев қорымен бірге жаппай ағаш отырғызу жобасын әзірлеп жатырмыз. Яғни ол жобаның шеңберінде біз Жасыл ел KZ платформасын құратын боламыз. Яғни кез келген ағаш отырғызуға ниетті адамдар сол сайтқа, платформаға кіріп, кез келген өздеріне қажетті өңірді таңдап, ағаш отырғызуға тапсырыс бере алатын болады. Ал тапсырысты сәйкесінше біздің республикалық штаб қабылдап, сәйкесінше өңірлерге сол ақпаратты жіберіп, күз, көктем айларында біз сол тапсырыс берген кісілердің аттарынан ағаш отырғызатын боламыз. Бұл дегеніміз тек қана адамдар ғана ол жерде, жеке тұлғалар ғана ол жерде ағаш отырғызбайды. Сонымен қатар экологиялық жауапкершілігі бар әртүрлі үлкен алпауыт компаниялары бар. Сол компаниялармен де тығыз жұмыс жасайтын боламыз алдағы уақытта. Сонымен қатар өткен жылдары біз Instagram желісінде жастардың экологиялық мәдениетін арттыру бойынша мультфильмдер желісін әзірлеп түсіріп жарыққа шығарған болатынбыз. Енді биылғы жылы соның аумағын кеңейтіп, үлкенірек етіп, сондай мультфильмдер желісін телевидениеге ұсынуды жоспарлап отырмыз.